Сәлем баршаңызға. Бүгін біз өте керемет салт дәстүріміздің, яғни нәрестені қырқынан шығаруға арналған заттарды әсемдеп, көркемдеп, әдемілеп үйренеміз. Міндетті түрде аяғына дейін көріңіздер және бағасын беріңіздер. Барлығын өз қолымнан жасадым. Әрине әркімнің ойы, идеясы әрқандай болады, сол себепті қатты сынамаңыздар. Егер қандай да бір идеяларыңыз болса, комментарияға бөлісіңіздер. Ал енді банбанерки, яғни тәттілеріміз қонақтарға арналған. Бұл кез келген базарда қазір толып тұр. Болмаса кез келген интернет-магазиндерден заказ берсеңіз болады. Мен барлығын қолдан жасадым. Фотошопты жақсы меңгерген болсаңыз, осындай наклейкаларды жасап алсаңыз болады. Болмаса кез келген типографияға барсаңыз, идеяңызды айтсаңыз, сізге көмек беріп шығарып бере алады. Ең бірінші идеяңызды реттеп алу қажет әрине, және одан кейін кез келген ательеге, болмаса фурнитура сататын жерге барсаңыз, сіз өзіңізге қалаған заттың барлығын таба аласыз. Мысалы, осындай оюлар, ленталар, түймелер, көзмоншақтар деген сияқты. Мендегі бар заттар осы, ал енді бастайық. Ал енді су құятын ыдыстан бастасақ болады. Сіз өзіңіз қалаған ыдысты таңдасаңыз болады әрине. Осы ыдыстың айналасына мен енді оюларды жабыстырамын. Енді мен осының барлығын жабыстыру үшін ыстық пистолетті қолданамын. Ал сіз кез келген клейді қолдансаңыз болады. Мінеки мен осылай жабыстырдым, ақырындап, аз-аздан. Себебі ертең біреуге сыйлаған кезде, ол адам үйде қолданатын болса, ақырын алып тастауға болады. Ал мына кішкентай қолдарға мән бермеңіз, бұл біздің үйдің үлкені маған көмектесіп жатыр. Мінеки бір жағын бітірдім. Енді тура осыған қарама-қарсы екінші жағында жабыстырамын.
Жалпы ою-өрнектің орнына кез келген затты қолдансаңыз болады. Мысалға, жылтыр заттарды, болмаса әртүрлі гүлдерді жабыстырсаңыз болады. Қыз болса әрине. Енді ұл десеңіз, онда ою ғана жақсы келетін сияқты. Мінекей, ыдысым дайын болды. Осындай әдемі болып шықты. Енді осы ыдысқа су құйылып, жақсы тілектер айтылады нәрестеге. Және нәрестені аңсап жүрген анаға осы шыны ыдысты сыйлауға тұрарлықтай деп ойлаймын. Келесі ол менде қайшы. Қайшыны таңдар кезде міндетті түрде қараңыз, және басы дөңгелектеу болғаны жақсырақ, себебі ұшы өткір болатын болса, нәрестені ұшын жаңағындай тығып алуға, болмаса зардап тигізіп алуға мүмкін. Сол себепті осындай дөңгелектеу болғаны жақсы. Бұл қайшымен енді біз тырнақ және шаш аламыз. Ал оны безендіру үшін маған розовый, яғни күлгін түсті лента қажет болды. Осы лентаның мен қайшыдан айналдырып шықтым барлығын. Бірінші жағын айналдырамыз. Мінекей, қайшыны жақсылап орап шықтым. Бұл қайшы әлі дайын емес. Енді безендірсек болады, яғни бантик жасап, және көздер, яғни моншақтар тақсақ болады. Мінекей, қайшым дайын болды. Меніңше әдемі шықты деп ойлаймын. Әрине, безендіру ол өз идеяңыз. Ал енді су құятын қожау дейміз ба, қасық дейміз ба, осыны жақсылап розовый лентамен, яғни күлгін лентамен тағы да айналдырып шығамын.
үлкенірек бантик жасадым. Ол үшін осындай лентаны кесіп алдым да ортасын жұқа жіппен байлай салдым. Сонда өте әдемі бантик шықты. Және ортасына осындай ақ гүлді жабыстырамын. Және менде ақ үкі бар, үкіні де жабыстырамын. Ал енді қасық толықтай дайын болу үшін мен көздер жабыстырамын. Жалпы әртүрлі әдемі гүлдер болса, оларды жабыстыруға болатын еді, бірақ менде осы ақ моншақты жабыстырдым. Мінекей баланы қырқына шығаруға арналған заттар, ол шыны ыдыс, қасық және қайшы дайын болды. Меніңше өте әдемі, жақсы шықты. Бұл жерде түнгі свет болғандықтан жарық жақсы барлығын көрсетіп тұрған жоқ. Келесі видеода жарықты жақсы көресіз. Яғни күлгін ол жерде өте нәзік көрінеді. Міндетті түрде жасап көрсеңіз болады. Үйде барлық заттар табылады деген ойдамын. Ал болмаса интернет магазиннен заказ берсеңіз болады.